Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Келе жатқан наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Аллаға шүкіршілік, аман есенбіз. Бейбітшілік заманымыз сақталсын деп қылпылдап отқан жағдайымыз бар. Барлықтарыңызға белгілі. Енді ертеңін ойламаған болашағын болжамайды. Өткенін білмеген болашағын болжамайды дейді. Біз осы өткенімізбенен рухтанып түзелудің әрекетінен гөрі өткен тарихтарымызды бұрмалап, әңгімелерімізді бұрмалап, біздің рухымызды сындырып, бізді осыншалық халге келтірген сияқты болып көрінеді маған. Өйткені қазір бүкіл әлемде адамзат баласы робот болып қалды ғой. Отыр десең отырады, тұр десең тұрады, жат десең жатады. Мына жасанды интеллекті деген шығарудың керегі жоқ, адамның өзі жасанды интеллект болып қалды. Мысалға жасанды интеллектіні мақтайды, ойлау қабілеті адамнан да жүйрік депті. Ол ет пен сүйектен жаратылған, Құдайдың жаратқан адам емес қой. Ол миына қандай информация салса, сол жағынан жүйрікті ол. Ал былай адами қасиетпенен ол оншалықты не айтып бере алмайды. Жанашырлық нәрседе. Мысалға бізде қазақта бір әңгіме бар ғой. Түс көріптіміз. Жолбарыс келе жатыр екен, қарнын жарып жіберсе, ішінен қасқыр шықты. Қасқыр жарып жіберсе, түлкі шықты. Түлкіні жарып жіберсе, қоян шықты. Осы әңгімеге кейінгі кезде мен күмәнмен қарап жүрмін. Біздің қазақ ұлты бүкіл әлемдегі жаратылған ұлттардың ішіндегі өте рухы биік болғаннан кейін қазақтың рухын сындыру үшін өзінің тарихын бұрмалады, жоқ қыламады, бірақ өзінің әңгімесін өзіне кереғар пайдалану мақсатында айтқан сияқты. Сонымен бәріміз бопты, қоянға келіппіз ғой деп отырмыз да, қоян болып. Әйтпесе біз неге бір-бірімізбен жағаласуға бейім болып қалдық? Қазақты ынтымақ бірлікке шақырған сайын бір-бірін жеп барады. Қазақтың жақсылық жақтарын айта алмайды. Дін жағынан болсын, дәстүр жағынан болсын, саясат жағынан болсын, жақсы жетістіктер жарияланбайды. Керісінше кемшілікті айтыла береді. Одан ешқандай нәтиже шығып жатқан жоқ. Керісінше мүжіліп кетіп бара жатырмыз. Ал біз осыншалықты мүжілгенде біздің ұрпақтарымыз қандай халге түседі деп қашан ойлаймыз. Сондықтан да құрметті бауырлар, біздің қазіргі ынтымақ бірлігіміз той думанда ғана. Ол той думаның өзі әсіреңкі, анайы бір нәрсе болып кетті. Ал былайша біз бас біріктіріп, ел болайық, жұрт болайық, мемлекетшіл болайық, мына мемлекет тілді дамытайық, мына ұлттық санамызды қалыпқа келтірейік деген дәрежеде бас біріктіре алмаймыз. Тойға жиналғандай жиналып, біз осы мәселені ақылдасу алқасын құрып, ақылдасып, әр ауылда, болмаса қалада, қай қоғамдық жерде болса да өзі ішінде бас көтеретін адамдар бар ғой. Қандағы бар қасиет кетпейді деп, рухтары таза болып қалған аз-маз адамдар ғана қазір адамзат баласының амандығын ойлап, осы мемлекетшілдікке амал жасасақ деп шырылдап жүрді. Көпшілігі бәрібір болып қалған. Жаңағы жасанды интеллект, робот сондай болып қалған да. Өйткені бұлар ақпаратты тек телефоннан, технологиядан алады. Өздері ізденіп, өзінің жаратылысына қарап ақыл ой жіберіп, мен адамзат баласымын ғой, менде ақыл сана иесімін ғой, мен ақылымды пайдалануым керек қой дегеннен айырылып қалдық. Оның үстіне қазіргі жас балаларды, оқушыларды одан мүлде алыс болып білім алып жатыр. Немерелеріміз қазір сабаққа дайындалады, қарасаң телефонын алып, бірден алып бір жерге көшіріп жатыр. Яғни өз ақылменен бір нәрсені ойлап табатындай қабілеттен мүлде айырылатын халге келдік. Осыдан шығатын жол іздеуіміз керек, ағайындар. Шығатын жол оңай. Өзіміздің дәстүріміз, дінімізбен өз тілімізді дамытсақ, сонда ғана біз шыға аламыз. Ал бұл үшеуіне әрбір азамат атсалыспаса, біз осы кеткеніміз кеткен. Үмітсіздік қазір қалыптасып қалған қалыпта. Бір нәрсе айтсаң, үмітсіз бәрі. Болды, бітті деп қалғанда. Ал үмітсізді қазақ шайтан деген. Біз неге адам шайтаны болуымыз керек? Біз үмітті болуымыз керек. Әрбір қазақ өзінің тіліне, ана тіліне, жер анасына жанашу керек. Аман болып тұрыңыздар, тыңдағандарыңызға рахмет.